Достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге ес-салық азамат приложениесі арқылы қолымыздағы телефонмен қалай банкротствоға заявка жіберетін боламыз. Ол үшін телефонымызға ес-салық азамат приложениесін жүктеп алып, авторизациядан өтіп аламыз. Авторизацияда бір реттік SMS парольмен немесе ETCP ключімізбен или болмаса өзіміздің түрімізді көрсету арқылы өтіп алуға болады. Енді осы жерде сізге қай тіл ыңғайлы, мына жерде тұрған 3 сызықты басып, сол жақтағы өзімізге мына жерде астында қай тіл ыңғайлы өзімізге ауыстырып аламыз. Мен қазақ тілі, өзіме қазақ тілі ыңғайлы болғандықтан қазақ тіліне қоямын. Егер сізге қазақ тілі түсініксіз болса, орыс тіліне аударып алсаңыз да болады. Мінекей қазақ тіліне ауысты. Банкроттыққа кімдер арыз жаза алады? Сіздің ең алдымен төлемеген уақытыңыз 12 айдан асу керек. 12 айдан төмен болса, яғни 1 жылдан төмен болса, сол аралықта сізден картаңыздан ұстап қалған болса, бір 200 теңге, 300 теңге болса да, ол да сізде кредиттік төлем төленді деп сізге отказ келуі мүмкін. Сондықтан заявление жазбастан бұрын барлығын алдын ала мұқият тексеріп алып, сосын жібергендеріңіз дұрыс. Ондай жағдайда бәрібір отказ келіп жатады. Және атыңызда мүлік, жер, көлік ештеңе болмауы шарт. Егер ЗАГСте болған жағдайда жұбайыңыз немесе әйеліңіздің атында да болмау керек. Ортақ мүлік болып есептеледі, ондай жағдайда да отказ келіп жатады. Ес-салық азаматымен тек қана 5 миллион 500 мыңнан аспайтын кредиттер болған жағдайда соттан тыс банкроттыққа ғана жіберу мүмкін. Ал 5 миллион 500 мыңнан асқан жоғары, одан да көп суммада қарызыңыз болған жағдайда оны тек сот арқылы ғана жібере аласыз. Енді сіздерге қалай жіберіледі, сол жағын көрсетейін. Жеке тұлғаның банкроттығы, осы бөлімге өтеміз. Осы жерде менде алдын бас тартылды дейді. Менде алдын отказ келген. Оның өзінің себептері бар. Енді екінші рет 3 айдан кейін қайтадан повторно жіберіп жатырмыз. Осы жерде қолдану туралы арызды беру батырмасын басамыз. Банкроттықтың салдары, келісу, жалғастыру дейміз. Енді бұл жерде сізге банкроттықтың салдары туралы айтылады. Сізге 5 жыл қарыз алуға тыйым салынады. Келісемін. Сіз қайта банкроттыққа 7 жылдан кейін бере аласыз, егер банкрот болған жағдайда. Келісемін. Сіз бойынша 3 жыл қаржылық жағдайдың мониторингі жүргізіледі. Келісемін. Мемлекеттік кірістер органының коды деп өзіміздің пропискамыз бойынша УГН-ны көрсетіп кететін боламыз. Менің жағдайымда Алматы қаласы, Алатау ауданы бойынша. Жалғастыру. Жоғарыда өзіңіздің аты жөніңіз, ЖСН-іңіз және тұрғылықты мекен жайыңыз прописка бойынша барлық адресі шығып тұрады. Келесі қосымша мәліметтер. Егер сіз атаулы әлеуметтік көмек алушы болмасаңыз, немесе 5 жылдан асқан мерзімде төленбеген қарыздарыңыз болмаса, бұл жолдарды белгілемейсіз. Не астында тұрған 6 айдың ішінде, соңғы 6 айдың ішінде АЕСП алатын болсаңыз, немесе кредит төлемеген мерзімі 5 жылдан асқан болса, осы жерде қайсысына жатасыз, соны белгілеп кетесіз. Егер үйленген болсаңыз, үйленген деп белгі қойып кетесіз. Егер АЕСП соңғы 6 айда алған болсаңыз, 6 ай. Осының барлығына белгі қойып кетеміз. Менің жағдайымда үйленген деп көрсетемін. Енді жалғастыру. Осы жерде жолдасыңыздың немесе келіншегіңіздің инын жазып кетесіз. Инын көрсетесіз. Енді мына жерде өзі телефон номері шығады. Осы телефон номеріне SMS барады. Ол адам оны растауы қажет. Астында мен жеке ақпаратты ұсынуға келісім алу үшін жұбайыма SMS жіберуге келісемін. Осы жерге белгі қойып, жалғастыру батырмасын басамыз. Ары қарай жалғастыру. Енді бізде осы жерде
жерде банк атауы, қай банктен қарызыңыз бар, соны осы жерге қойып кетеміз. Мысалыға Каспий банк шықты. Міне осыны белгілейміз, Каспий банкты. Биндары барлығы өзі шығады автоматически. Каспий банктың адресі. Енді несие алған күн. Қай күні несие алдыңыз, сол күнді белгілеп кетеміз. Число айы, таңдау. Қарыз сумасы 1,5 миллион дейік. 1,5 миллион. Келесі несие берушіні қосу. Сізде тағы да басқа банктер немесе микрозаймдардан қарызыңыз болса, осы жерге қоса кетеміз. Қосу деп таңдау. Коллекторда болса, коллекторды жазамыз. Осы жерден таңдаймыз. Өзіміздің қарызымыз қай микрофинансовый организацияда. Енді бұның да адрестері, данныйлар шықты. Биндары и адрес, алған күнімізді жазамыз. Және жылымызды жазамыз. Күнін примерно жазып көрсетіп жатырмын сіздерге. Қарыз сумасын жазамыз. 400 мың дейік. Окей. Сіздерде тағы да басқа қарыздарыңыз болса, несие берушіні қосыңыз деген батырманы басып, ары қарай қоса бересіз. Енді мына жерде жалпы жиын 1,900,000 болды. Осы жерде сіздерде де қанша қарыз бар, осы жерде общий сумма көрсетіліп тұрады астында. Келесі жалғастыру. Келесі қарызды өтеу рәсімнің аяқталғанын растайтын құжат. Бұл жерге арыздың көшірмесі немесе арыздың электрондық форматта жіберілгені туралы растамасы. Осы жерге осыны қосу батырмасын басып, прикрепить етіп осы жерге қосасыз. Одан кейінгісі несие берушінің бас тартуы. Бұл жерде бірінші жерде сіз банктарға немесе коллекторларға өзіңіздің график немесе басқа нәрселеріңізді беру үшін заявление жазған болсаңыз, осы жерге бірінші жолаққа соны көрсетесіз, ал екіншісіне несие берушінің бас тарту деген ол жерге банктың жауабын тіркейсіз. Егер банктен жауап болмаса, өзіңіздің арызыңызды осы жерге тіркеп қойсаңыз да болады. Осы жерде қосу батырмасын басып, осы жерге толтырып кетесіз. Осы жерге құжаттарыңыз тіркеп болғаннан кейін ары қарай жалғастыру батырмасын басамыз. Осы жерде барлығына белгі қойып кетеміз. Асықпай танысып оқып шықсаңыздар да болады. И жалғастыру. Енді ЭЦП көмегімен қол қою және жіберу деп осы жерге өзімізге ЭЦП ключімізбен қол қоятын боламыз. ЭЦП ключімізді алдын ала телефонымызға жүктеп, файлға сақтап аламыз. РСА бөлімімен қол қойып жіберетін боламыз. Өтінішіміз 15 жұмыс күн ішінде қарал болады. Өзіміздің телефон номерімізге 1414-тен SMS келетін болады.